Тоқаев приказ берді ғой атуға. Нақты 7 қаңтар күні приказ стрелять направление деген 7 қаңтарда приказ берді. 7 қаңтарда патырларды бәрін ата берген ғой. Менің бала шағам соның ішінде қалды. 7 қаңтар күні кешкі сағат 7-7:30 шамасында оққа ұшырады. Бір мәшеде 4 балам болды. Ішіндегі 7 жастағы Бекислам оқ деген жоқ. Қалған үшеуін оқ дейді ғой. Үлкен балам рөлде болған. Қызым жаңағы 7 оқ. Кішкентай қызым соңғы қызыма тиген Айкөркемге. Мәшеде 20-дан астам тесігі бар. Оқ атқанда бас сүйектері мәшенің ішіне шашылып қалған еді. Енді мен 16 январда ма департамент полицияға барғам. Потому что іс қай жақта не болды, қалай болды, ешкім ештеңеге жауап бермегеннен департамент полицияға барып, сол жерге арызданған. Мен осындай жағдай болған, естіген шығарсыңдар. Естідік, іс қай жақта қозғалып жатыр, не болып жатыр деп сөйле талап етіп сұрастырған кезде іс қозғалмаған. 7 қаңтардан бастап 16 қаңтарға дейін іс вообще қозғалмаған ғой. Өзіңіз ойлаңыз. Әшейін кража емес ол, убийство қозғалмаған. Сол кезде жаңағы мәшені қараған полицейскілер бар. Бостановский ауданының адамдары. Бәрін суретке түсірген, акция жасаған мәшеден оқтар бар. Мен қолымнан оқтар алды, бала шағаның киімнен шыққан оқтар. Соларды мерген изъятие жасағанда бас сүйек жоғалып қалды ғой. Мен талап ете бастадым. Маған айтады: аға, зачем талап ете басыз? Ертеңіне өзіңіз бәле қыласыз. Изгумация жасайды ғой. Өздерінің суреттерінде тұр делада бас сүйегі. Не жоқ? Қақты ол. Бұлар мәшеден изъятие жасап кетті ғой бәрін. Оғы бар, сүйегі бәрін. Соны ошын жоғалтып қояды ғой. Жоғалтып ол дейін, сіз кім жоғалтқан кез таппаймыз дейді. Өзіңіз ойлаңызшы. Не жағдай? Значит, наказать надо того человека, который потерял это же. Солай емес па? Бәрі ештеңе доказать ете алмайсың. Сендер қызықсың ғой, сендердің өздерінің суреттерінде тұр ғой. Мына сүйек, менде телефонда сіздің жаңағы криминалистің суретке түсіріп жүрген кезде артынан менде бала шағам жүріп суретке түсіріп жүрді. Мен изымать етіп салып отқан, пакетке салып отқан бәрін білеміз. Но аяжан неге жоқ болып кетті? Доведете сейчас изгумацияға. Изгумация жасап жібереді сіздерге. Деп онды ішімізден тынып жүрміз, не істерімізді білмей. Жағдай өте қиын. Талап ете бастасаң, шындыққа жетем деп. Қорқытады, сен бала шағаңмен бірдеңе болып қалуы мүмкін. Үйіңде запрещенный зат табылып қалуы мүмкін, или мәшеңнен. Түсінесіз бе? Сондай әңгімелер шашады мен. Кімге барып көмек сұрағанын білмеймін. Біздің Қазақстан үкіметіне пайда жоқ. Бұлар только зияндық жасайды. Оған көзім жетті. Нақты сол 4 кісі Сатпаев Мейіров қиылысындағы электронның баннердің төңірегінде тұрған 4 солдат екен тоже таптық дейді, бірақ аты жөнін айтпайды. Біздің ойымыз, менің де адвокатымның ойы ол нәрсені журналда жоқ қылып жіберді. Әдейі жоқ қылып жіберді. Белгіленбесін. Әрқайсысы автомат қабылдаған кезде әрқайсының номері мен аты жөні жазылып қабылдаған. Но ол журнал жоқ болып кетті. Каким-то образом. Но 90 автоматқа естіген командир бәріне қол қойып шыққан өзі. Қазір прокуратураға жібереміз дегенде қылды на изучение. Военный прокуратура, генеральный прокуратура, сол жаққа жібереміз, солар шешім қабылдайды деп отыр. Армияға 22 апрель 22 күн алып кетті, 23 күні Атарда болды, армияға алып кетті. Медкомиссия өткізбей жатты. Каким-то образом балам айтады, пап, медкомиссия өткізбей жатқан, жаңағы бір кісі бір жерге звонады дейді біреуге. Сонымен күтіп отырдық дейді, 1 сағаттай. Анау кісі медкомиссия өткізбей жатқан кісі обедке кеткен уақытта, ол кісінің орнына басқа біреу келді де қол қойып медкомиссияны өткізіп жіберді дейді. Сөйтіп армияға кетті Атарға. Барған күннен бастап, сол күннен бастап жаңағы
Сол жердің сержанты бар, басқасы бар, қысым көрсете бастады. Түрмеге келген зектер сияқты да. Автозактан түсті, қолындағы бар мешегі заттарын тартып алды, өзін бар жауып тастады. Тура сондай оқиға болды баламда. Түскен, қолында заттарын бәрін тартып алып қойған. Ертесі күні сұраған кезде, заттарым қақты деп, мусорға лақтырып тастадық деген. Алматинский призыв бәрін шығарған. Бір 20 шақты ма бала барған ғой. Іштен шығарып, из-за него будете страдать все деген ғой. Бұл терпило, бұл жалобщик, туда-сюда. Мен сол ол оқиғаны кейіннен естеймін. Это балам емес, қызым айтады, папа мен шаршап кеттім, не болды. Ағамда неқта қайта-қайта тиісіп, қан ішіп жатыр. Бар сөйлесесіз ба деп. Сосын как раз демалыс күні балам хабарласты, звондады, сосын сұрады, мен не болды, не жағдай? Осындай жағдай болды ма деп. Осындай жағдай болған, папа дейді. Сөйтіп барғанмын сораға. Адвокатымыз бәрі қағаз жазып, мен абыройға дейін шығып, прокуратураға жазып, жатып баланы қалаға ауыстырып алдық. 61-993 случай жатыр. Қазір бердің командирмен де, замполитмен де бәрімен таныспын, сөйлескенбіз. Бас-аяғын бәрін білет. Не жағдай, қандай жағдайды адвокатымыз өзі арасында қадағалап тұрады. Жалпы баланың жағдайын. Неше пока тыныш, қызым жандайы. Жасы қазір 16-та. Осы августтың аяғында Турциядан келді. Сол жерден операция жасалды. Денесіндегі оқтың қалған қалдықтарын алдырды, 4 талын. Оны военно-следственное управление сол жаққа акт-изъятиемен сол жаққа өткіздік для дальнейшей экспертизаға. Қазір денсаулық қыздың, в общем, денсаулығына деформация кетті. Это дене мүшесінде деформация. Бір жағы кішірейіп, бір жағы солып, сондай жағдай болып жатыр. Бұл сұрақпен көмек сұрап прокуратураға барғам, қалалық прокуратура. Ауғанбаевқа кірдім. Именно медицина жағынан көмектесетін бір кісі шықты. Горзыровқа звондап, сол кісілер звондап шақырды. Ол жаққа бардым. Бір қағаздар жазды, өздері жазды. Сізбен хабарласамыз деп, сонымен уже бір айдан асып кетті ғой. Хабар да жоқ, басқа да жоқ. Қыздың денсаулығына күні-күнге уже қыз баланың денесі уже солып қызайып баратыр. 7 оқтың 2-і сквоздан өтіп кеткен. Денесінен 5 оқ алды. Бірнеше операция өтті. БСМП-да 2-ін өткізді. Баған ашылда 1, Турцияда 1, в общем 4 операция өтті ғой. Омырышқа соқиды. Күніге өзіміз тасимыз, апарамыз, алып келеміз күніге. Бұлай жеке жіберуге бірінші қорқамын. Жеке өз жалғыз өзін жүргеніне. Потому что маған неше түрлі угрозалар болған. КМБ жақтан, полиция жақтан, қыздардың бала шаға бар. Солардың денсаулығын ойла, солардың өмірін ойла. Ертең күніне бірдеңке болып қалуы мүмкін деп. Сондай угрозалар болғаннан кейін бала шағамды күніге өзіміз тасимыз. Жанелдің оқуына, мектеп бітіргеннен кейін оқуына бір депозит бірдеңке жасаймыз, бүйтеміз, сөйтеміз деген сөздері бар. Оның әлі айтып келетқанына уже жарты жылдан асты. Буквально кеше сұрады, мен сол мәселе не болды деп. Скорее всего, после выборов. Әдейм сол мен де тыныш отыр деген сөз ғой. Аға, сіз ойындамаңыз, сіз жаңағы қайта-қайта интервью бермеңіз, берген сайын сізге өкімет ызаланады, ештеңе істемей қояды, ешқандай көмек бермей қояды деп. Сөйтіп, 3 ай болды ба? Ешкімге ештеңе деген жоқ. Күттім, жарайды, көмектерін, бала-шаға көмек беріңдер деп. Жоқ. Амнистияны шығарып жатыр қазір Тоқаев. Қалай амнистияны шығарып жатыр? Енді өздерінің арттарын тазалау үшін, өздерінің адамдарын сақтау үшін амнистия жасап отыр ғой енді. Қазір амнистияға Тоқаев мырза комиссияға жаңа қол қойып жібереді. Оның ішінде военный бар, полицейский бар, соның бәрін ішіне кіріп отыр, сол амнистияға. Былай дегенде. Жұмыс барысында жаңағы нечайно атты дейін ме? Қасақана атты. Мен бала шағамды қасақана целенаправленно атып тастады.
уничтожениеге. Соның бәрі амнистияның ішіне кіреді. Не қыламыз бұндай амнистияны? Керегі не бұндай амнистияны? Бұлар осы амнистияның арқасында құтылып кетейін деп отыр. Сөйтте кәмелет жасқа толмаған балдарды атқан адамдар. Егер действительно менің бала шағам атқан адамдар осы амнистиямен құтылып кететін болса, атқан адамды, бұйрық берген адамды көрінен қаза боламын. Балдарымды талатуға бермеймін оларға. Мүмкін осы интервьюлардан кейін мүмкін мен бірдеңе жасау мүмкін өкімет. Ол практикада бар нәрсе да. То жаңа орман ішінен табылып қалады. Болмаса ұзақ мерзімге түрмеге қамап тастайды. Оған да дайынмын. Бірақ мен ұмытпасын, менен кейін менде бала шағам бар. Судында сұрау бар еді ғой. Мен бала шағам бар. Мен бауырларым бар. Бәрібірді шындыққа жетуге до конца барады бәрігі. Мүмкін мені тоқтатар каким-то образом. Но менен кейін балдарым бар ғой. Олар тоқтамайды. Айкөркемнің қаны сатылмайды деген сөзі бар. Ол мен айтқам, менің балдарым да айтып отыр, менің бауырларым также айтып отыр. Кішкентай қыздың қаны сатылмайды. Шындыққа жетеміз. Қазақстанда жете алмасақ, сырт мемлекетке шығамыз. Это международный тергеу амалын жасауды сол жақтан сұраймыз. ООН-ға шығамыз. Семейге шыққанға, ООН-ға шыққанға, международный жаңағы тергеу жасауын талап еткенге шығуға уже соған бару керек болды. Шетелге шығу керек. Шетелдің журналистерін привлекать ету керек. По правам человека ООН-ға шығу керек. Соған көмек бергендеріңізді сұраймын сіздерден. Бұл жақтан привлекать етіп бірдеңе қылып, не қылмасақ, Қазақстанда шындыққа жету деген мүмкін емес. В данный момент қазір осы өкіметпен шындыққа жету мүмкін емес.